Адамның бүйрегі аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат жұмыс істейтін тұтас қалдықтарды жою жүйесі ретінде әрекет ететін бірегей орган. Олар қанды көп мөлшерде жинақталған жағдайда денсаулыққа зиян келтіретін немесе тіпті дененің өліміне әкелетін зиянды заттардан үздіксіз тазартады. Адам бүйрегі құрылысын қарапайым деп атауға болмайды. Бірнеше элементтерден тұратын бүйрек паренхимасы фильтрлеуші, ал бүйрек жамбас қалдықтары шығарушы механизм қызметін атқарады. Бүйрек адам өміріндегі ең маңызды мүше. Оның саулығын сіздің сыртқы келбетіңіз айшықтайды. Бүйректің ауруын басталғанынан ақ байқай алмайсыз. Ол уақыт оздырып, асқына түседі. Бүйректі ауырған кезде емес, ауырмай тұрып емдеген абзал. Ол үшін дәрігерге барып, дәріханадан дәрі сатып алудың қажеті жоқ. Үйде өзіңізше ем жасап, бүйректің жұмысын жеңілдетуге болады. Өз кезегімізде керек болады-ау деген бірнеше әдісті ұсынамыз. Қажетті дегенін таңдап алыңыз. Сұлы. Бүйректі үй жағдайында сұлы дәнімен тазарту үшін 1 шай қасық тазартылмаған сұлы дәніне 1 стакан қайнаған су құю керек. Дайын болған тұнбаны термосқа құйып 12 сағат тұндырады. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасық бал немесе қант қосып, таңғы ас ретінде ішеді. Бұл бүйректі тазалауға көмектесетін ең қарапайым әдіс. Түйе жапырақ. Тіпті халықтық жолмен бүйрек жетімсіздігіне де дауа тапса болады. Оны түйе жапырақ тұнбасымен емдеуге кеңес береміз. Дайындау үшін 1 ас қасық ұсақталған түйе жапыраққа 1 стакан қайнаған су құйып, түнімен тұндырады. Таңертең сүзіп, күні бойы аз-аздан ішеді. Бұл тұнбаны 1 ай қабылдайды. Шөптер жиынтығы. Қырмызы гүл, жалпыз, жау жапырақ жиынтығының көмегімен бүйректі тұз бен құмнан тазалағыңыз келсе, аталған емдік шөптерді бірдей мөлшерде алу керек. Содан кейін шөптерді ұнтақтап араластырыңыз. Араласпадан 4 ас қасық алып, жарты литр қайнаған суға салып, отқа қойыңыз. Қайнауға дейін жеткізіп, кейін термосқа құйып, түнімен тұндырасыз. Күніне 1 рет 100 граммнан 3 ай бойы кез келген уақытта астан жарты сағат бұрын ішу керек. Анар жемісі. Анар шырыны да бүйрекке ем. Күнде 200-250 мл анар шырынын таңертең және кешке тамақтан кейін ішетін болсаңыз, бүйрек дерттері сізден алыс жүретін болады. Саңырау құлақ. Бүйректе ет өсіндісімен анықталатын ауру да бар. Оны емдеу дәрігердің кеңесімен жүргізіледі. Бірақ ауырсынуды басу үшін ақ саңырау құлақтан тұнба жасауға болады. Ол үшін саңырау құлақтың қалпақшасын ұсақтап турап 1 литрлік банкіге салып арақ құяды. Қараңғы жерде 2 апта тұндырады. Содан кейін сүзіп, 1 шай қасық тұнбаны 50 мл суға араластырып, күніне 2 рет тамақтан 30 минут бұрын ішеді. Көктеректің қабығы да бүйректегі ет өсіндісіне ем. Көктерек қабығының ұнтағын міндетті түрде күніне 3 рет 1 шай қасықтан тамақтың алдында көп мөлшердегі сумен ішеді. Емдік курс 2 апта. Содан кейін 7 күн үзіліс жасап, емді қайталайды. Көктерек қабығының ұнтағын дәріханалардан сұрап көріңіз.